Ал құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бізде жаңа объекті бір алдын ала бір түсіріп қойын дегем. Таныстырып берейін сіздерді. Міне бізде кіреберіс жер, входной есік. Былай қарай холлдың оң жағында бұл жерде гардероб орналасқан. Ал сол жағында кухня бөлмесі, ас бөлмесі. Мына жерге астына подвал жасаған. Осыны бетін полдап барлығын жасайтын боламыз, Құдай қаласа. Мына жерде холл. Мына жақта зал. 7 метрлік зал. Ішіне плита тасталған екінші қабатқа. Мына жер лестница. Екінші қабатқа көтерілеміз қазір. Екінші қабат. Үстіне ағаш салынған. Мына жақта бірінші үлкен спальня. Мынау үлкен спальня. Бізде қазір жұмыс басталды. Мына жақта екінші спальня. Бұл да үлкен спальня. Потологын қағып қойдық. Мына жақта екі детский комната. Бұл жаққа да потологын қақтық. Мына жақта екінші детский комната. 3-те, 4-те, 36. Арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Мен қолымнан келгенше каждый жұмыстарды салып отыратын болам. Қызыққан адам болса, үйді қалай шығады, көрініс қалай болады деген адамдар болса, тіркеліп қойыңыздар арнаға. Мүмкін біздің районда тұратын болсаңыз, сіздің үйіңізде жасап қалуымыз мүмкін. Біз Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында жұмыс жасаймыз. Осы пока черновой күйде тұр. Потолокты бастап жасаймыз. Сол екінші қабатты жобалап жасап аламыз. Бұдан кейін бірінші этаж жасайтын боламыз. Барлығы надежный жасалыпты, әдемі. Штукатур көшірген. Бұл жерде енді шамалы ошибкілер бар. Мына жерде висатаны есікке кішірейтіп қойған. Негізі стандарт бойынша есік 2 метр болады. 2 метрге сіз 2-де 10 деген проем қалдыру керек мына жерге. Сонда есік свободный сияды. Бұлайынан 80-дік есік қоятын болсаңыз, 90 қалдыру керек. 90-ға 1 метр. Қазір уже неше жыл болды осы стандарттық есіктермен жұмыс жасап атқанымызға. Әлі қателесіп кететін кісілер көп, черновой істейтін. Мына жерде де мысалға 90-дық есікке 95 деп қалдырып қойған енін. Ол уже жарты тағы да 5 сантиметрде кесілу керек мына жерде. Барлық есіктерде де сондай ошибка бар. Бірақ мына жоғары жақтары қалған есіктердің бәрі келеді. Сосын мына жерде
теплый пол болатын жерде, теплый пол және кафель болатын жерде, мына жерде стик болады, мына жағы ламинат болады, мына жағы кафель болады. Мына стикке кішкене стяжканы төмен жасаған дұрыс болады негізі. Сонда кафель көтеріліп кетпейді. Енді минимальный барынша келтіретін боламыз, құдай қаласа. Енді мына жақты да бізге желательно кафельдеп берсеңіздер деп жатыр. Бұған ол кезде стяжка құйылу керек. Бұл жерде бір ойланатын жағдай, люк жасау жағы проблема болып тұр кішкене. Енді оны жұмыс барысында ақылдасып шешетін боламыз. Бірақ міндетті түрде подвал болады. Үсті кафель болсын, ағашпен полданып ламинат жүрсін. Осы ағайындар арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар.